Қайырлы күн, құрметті жерлестер, ауылдастар. Бүгін бізде қонақта өзіміздің жерлесіміз, ауылдасымыз Олжайып Нұржігіт есімді бауырымыз қонаққа келіп отыр. Осы зергерлік өнерін бүгінгі таңда кең насихаттап, қалада өз кәсібін дөңгелетіп жүрген бауырымыз. Енді баршаңыз білетіндей, қазір бұл үрдіс дәстүр десек, кенже қалып жатқан дәстүрлердің бірі, соны алға басуына өзінің септігін тигізіп жүрген азаматтың бірі. Нұржігіт, қош келдіңіз. Енді қош көрдік. Алдымен барлық сұхбаттардағыдай банально дейді ғой, заманауи түрде айтқанда, сондай сұрақ болсын. Өзіңіз туралы кішігірім айтып кетсеңіз, таныстырып. Мен өзім жалпы осы Ақтөбе облысында, осы Темір ауданында туып өстім. Екінші мектепте оқыдым бала кезден. Осы өнер жолына мен школ кезінен бастап келдім. Жалпы ағаш өнерімен, яғни еңбектен бастап үйірмеге қатыстық, солай кеттік қой енді. Сол кезден бастап енді қызығушылық ары қарай алып кетті. Одан кейін художественный оқу оқыдық. Ақтөбеде Жұбановтан изоны оқыдым. Яғни изобретательное искусство дейді, жаңағы сурет салу, содан басталып, содан әрмен қарай осы зергерлікке кеттік. Жалпы бұл өнер қасиет сізге атағанымен, ана сүтімен келді ме, әлде жаңағыдай өзіңіз бейімделіп, қызығушылығыңызбен оянды ма, арғы аталарыңызда болса? Онысын енді толық ондай бір олай деп айта алмаймын, но бірақ енді үй ішімізде анамды аздап суретшілік бір несі бар. Әкемде де бар, но бірақ олар ешқандай ол енді жолмен айналыспаған өздері. Сосын енді солардан келген шығар деп ойлаймын, но бірақ өзімде жалпы кішкентай кезімнен андай бір қалай айтсам болады, бір ғылымға сондай қызығушылығым болды. Андай бір заттарды жаңағы шұқып, шашып тастап, қайтадан жинаймын, одан бірдеме құрастырамын, сондай бір видеолар көремін, сондай үйір болдым, тоққа, тағы бір нәрселерге, сол жағынан бір қызығушылық өзінде көп болды. Енді осы саланың барлығы осы қазіргі жұмысыма әкелді ғой. Нәтижесі осыған әкеліп соқты дейсіз ғой. Енді агульде бұл енді хобби болып басталып, бүгінде былай келгенде кәсіпке айналып отыр ғой. Жасыратын жоқ. Енді осыны ашуда алғашында қорқыныштар болды ма? Осы мысалы енді кез келген нәрсе адам ойлайды, жүрмей қалуы мүмкін деген сияқты. Кәсіп тілімен айтқанда сондай қорқыныштар болды ма? Қалай басталып кетті? Кім түрткі болды? Бірінші негізі бастаған кезде ешқандай бір ондай бір өзім жеке бір енді қалай айтсам үлкен бір жұмыс қылып аламын деп ойламадым. Аяқ астынан бір жолдар шықты да, сонымен оқыдым осы зергерлікті. Одан кейін өзім бір жай ғана бір жан қалау ретінде айналысып, инстаграмға салып, былай солай жұмыс істегем. Но енді ол кезде ешқандай бір кәсіптік көзқарас сондай бір ешқандай кәсіп қыламын деген ойда болған жоқ қой былай келгенде. Ол кездерде енді жай ғана жұмыс ретінде алдым, болды да. Болмаса хобби. Одан кейін уже әрмен қарай үйрене бастадық. Яғни ақша жағына, финанс жағын есептеп, енді неше түрлі қиындықтардан сосын барып кейін жүре бара енді ортамыз үлкейіп, сосын үлкен кәсіпке айналып деген бизнестік көзқараспен қарап, сол жағынан адамдармен араласып, сосын барып түсініп білімді жетілдіре берудің арқасында осыған жетіп отырсыз. Тек қана зергерлік емес, одан кейін кәсіптік бағытта да. Енді бұны игеріп кету мысалы қаншалықты қиын или оңай ма ниет болса адам үшін, мысалы біз ауылда да сенен кейінгі буындар бар, ауылында болмаса осы сала қызығушылығы танытып жатқан жас буын бар ма, мектеп оқушылары, яғни сен ізінен кейін осы дәл осы зергерлікке түсем деген балдар деген секілді. Біздің жас буыннан ешқандай, енді біздің ауданнан ондайды естімедім, өйткені зергерлік салаға жалпы түсушілер аз ғой, өйткені санаулы деп айтса
болады, өйткені көбісі бұны біле бермейді. Сосын қалай айтсам болады, бұл жол өте енді қиындау да, яғни бір жерде отырып ана шұқылап қаншама жүйе керек, жүйке керек, ол көп адам шыдай бермейді. Мысалы өзімізде де үйренуге оқуға келді өзіме, маған, но бірақ жаңағыдай ақшасын беріп қояды да, соның өзінде бір 5 күн 10 күнден кейін кейбіреулер шыдамайды, үйренбейді, ары қарай қалып кетеді. Өйткені жаңағыдай шыдамдылық керек, көбісі енді шыдай бермейді, былай айтқанда қиын. Шәкірт тәрбиелеу былай жалпы айтқанда бұл салада қиынның қиыны деп тұрсыз ғой. Қиын, өйткені жай салалар сияқты емес, алып кете алмайды көпшілігі. Мысалы жеңіл емес та олар сияқты, өйткені сәл бір өзінің ерекшелігі бар сол жағынан. Негізі шәкірт тәрбиелеуді жалпы айтқанда қолға алып көрдіңіз, иә? Болды ондай адамдар болды оқыған біраз. Сөйтіп, бірақ оның нәтижесін бермеді дейсіз былайша айтқанда. Бастағанда бір қателіктер, жұмыс барысында сәтсіздіктер орын алды. Мысалы, осы істеген бұйымын бір енді саған тапсырыс берген адамға ұнамай қалған уақыттары, көңілінен шықпай қалған уақыттары болды ма? Жалпы ұштасыз ба сондай қиындықтарға? Ондайлар көп қой, енді қиындықтар кездері болып тұрады. Мысалы, оның барлығы өзімізге қайтадан соны түзеп, оның кейін енді сын түзелмей, мын түзелмейді деген сияқты ғой. Мысалы, әрбір ондай қателіктер болды, бір затты 10 ретте жасаймыз, кей кезде өзімізде іште мысалы жұмыстар, неше түрлі жұмыстар аламыз қиындықтағы. Солай енді өзімізді түзеп келе жатырмыз да. Көш жүре бала түзеледі деп, иә. Жалпы сондай. Енді осы саладан әлде де білімді тереңдету көзделіп отыр ма, мақсатта бар ма? Үлкен зерделер бар шығар отанымызда. Соған қолынан әлде де оқып. Тереңдету көзде бар, қазіргі таңда енді заманауимен шамалы ұштастырып, яғни 3D аппарат деп айтады, 3D-сын сызу деп айтады. Өйткені бізде көбісі енді ол жағына енді қолға алғандар аз да. Мысалы, сол жағынан шамалы бір заманауиға қарай ауысу керек болып жүр. Бұйыртса соны да тағы оқып, әрмен қарай істеп көру керек өзі. Осы недегі үлкен қорқынышым бола ма? Қорқыныш деген сияқты. Осылай болмай қалады-ау деген осы саладағы жұмыс барысында, кәсіптегі. Енді қорқыныш дегенде қазір енді жалпы әлем бір аумалы төкпелі болып жатыр ғой, яғни оның неге, өйткені қазір көбіне алтын, күміс қазір баға жағынан сол да қиындау енді. Сосын мысалы қалай болатын соның арасын енді ойлайсың енді алдағы уақытта. Өйткені сұраныс азайса бізде де мертвый сезон деген сияқты сіздерде де болады, яғни. Ол енді аздап болып тұрады, но бірақ енді жаңағыдай жағынан қиындау да. Өйткені алтын барлығы қымбаттап кетсе, халықта алмай қалады енді біздің жұмысымызда сол сияқты. Бұлай көп ондай қатты қорқыныш жоқ. Өзім барынша көп жағдайда рискке енді баруға тырысам, аз-аздан жайлап. Енді дәл қазір таңда Ақтөбе қаласында 2 нүктеңіз бар, қателеспесем. Осыны енді әлде де үлкейтіп бір нүкте қылып өзгерту әртүрлі ойлар бар енді. Оны сабақ өзімде қазіргі таңда осы жылға енді 26 жылы сондай бір өзгерістер жасағым келіп жүр, но енді ойланып жүрмін қазір. Бірақ қалай жасарымды енді бұйыртса алдағы уақытта Инстаграмға салатын боламын ғой. Ақтөбенің ішінде ме тек тапсырыс, или жан-жақтан да беріп жататын уақыттары болады, иә? Болады. Ең алыс деген қалалар қай жағынан? Бір рет болды Германияға біреу алып кеткен, бір туысына, сондай бір жұмыстарым болды. Андай үлкен мысалы көрмелерге алып шығарсаңыз, қызығушылық. Көрмелік жағынан менде қазір қалай айтсам болады, тек тапсырыс кезде оқуды бітірдік, одан кейін осы ақша табумен енді жұмыспен кеттік та, сосын енді әрмен қарай оған енді шығармашылық қой, енді ол шығармашылықпен айналысуға ол шамалы қиындау, өйткені неғында отбасың тұрады, ақша табу керексің, сонымен әзірге ол жағы тұр. Но бірақ ойда бар, енді алдағы уақытта көру керек болып тұр соны. Шығармашылық керек дейсіз. Шығармашылыққа өйткені мына жақты бір түзеп алып, сосын барып кейін айналысып асықпай отырып, соған әртүрлі шығармашылық жұмыстар істеу керек. Шабытпен істелген дүниелер азайып кетті ме сонда? Тек бірыңғай тапсырыс қой енді. Шабытпен істелетін дүниелер болады, но арасында. Онда да мысалы әсіресе мынандай бір затты енді күнде істей берсең, ол енді ішіп пыстырады. Сол үшін андай бір
кей кезде адамдар сұрайды, мысалы мынандай бірдеңе бар, мысалы оны осыны істей аласың ба деп, мысалы бір жүзікті айтады. Мысалы оларды енді өзіме де қызық, оны бұрын істемегесін, ананың бір қалай істеледі, процесі, сондай жұмыстарды өзім әдейі аламын, арзанға болса да, өзім үшін опыт болады бір жағынан. Сосын енді бір жағынан өзіме қызық, сол жаңа айтқандай қызығушылықпен алып, соны әрмен қарай үйреніп, кейін енді өзім соны істегеннен кейін өзіме бір жан рахаты болады ғой, былай айтқанда. Ол енді шығармашылық адамдар оны түсінеді. Жалпы солай. Шабытпен енді өзім шығармашылық жұмыстарда бар, өзімнің ойлап жүрген. Енді оған бірақ қазір әзірге уақыт жетпей жатыр. Былайға ақын адамдар шабыт келсе енді қаламын алып жеттінде де жаза берді. Сіздер де мысалы отыратын орныңыз бөлек, үй бір жағында, сондай уақытта қалай болады өзі? Мысалы шабыт келіп қалады аяқ асты, енді жұмыс барысында емессің, шабыт келгенде шимайлап сызып қоясың жобасын, суретін сызып, бір жерден бірдеңені көріп қалсаң скриндап, соны бір өзгертіп тағы да бірдеңе ойластырып жинап жүресің ондайларды. Кейінгі бір білмеймін, ол неше жылдан кейін мүмкін шыға жатады да, сол сияқты ғой. Сондықтан да мен өзім былай деп елестемін, жалпы үлкен үйде жаңағыдай аяғында бір қорапстар болады, бір баяғыда сондай секілді дүние болса, ол кереметтей болады сияқты. Өзің үйін яғында арнайы шеберханам болса, үймен қатар қабылдасаң, сондай болса, ол нұр үстіне нұр болатын секілді. Оны енді алдағы уақытта, болашақта көруге, ойланып көруге болады. Ол бірақ бір жағынан өзіме ол дұрыс емес сияқты, өйткені сен үйің мынағында алаңдап тұрасың да, бәрі анауың шақырып қалады, мынауың шақырып қалу мүмкін, ол да бір қиын сияқты. Ол жағынан да ол енді жүре барая ойланатын. Жалпылама былай бізге енді осы саланы түсінбегендіктен солай қызығырақ сияқты болып көрінеді да. Енді мына жағында шеберхана, мына жағында үйін тұрғандықтан солай ыңғайлырақ, кез келген уақытта шығып кіріп шығып жүре береді дегенде. Енді бір ең бір сәтті шығып сатуға бір қимай қалатындай дүниелер бола ма? Сатуға қимай қалатындай? Өзіне де ұнайды, бірақ сату керек болып тұрады да жаңағындай. Көп емес, бірақ арасында болды. Ұмытып отырмын қазір нақты. Бірақ ондай болып тұрады, бір рет болды, менің ең алғашқы жасаған жұмысым, яғни оқып осыны үйренген кезде. Соны бір туысым қоймай сұрап алып кетті. Бір емес, даже екі жұмысым болды, сондай бір туысым, сосын бір және бір дос жігіт алып кеткен. Сол сияқты қоймастан маған беш. Сондай бір жұмыстар болды, қалды. Бұл салаға жастарды қалай қызықтыруға болады, қалай тартуға болады енді? Жалпы адам өзінің былай қызығушылығы жоқ, бірақ бүйтіп алып келуге келе ме өзі бұл салаға? Жаңа айтқандай Қуанышбек өзім бауырым сен қанша деген, ол да бір агульде биі бар ма, или өзім былай аңғайлап? Жалпы мынандай ғой, өнер саласында мен бірінші айта кетейін, жалпы өнерге енді мысалы тек қана өнер жетпейді да, мысалы өнер болса, сенде жан-жағында тағы да басқа да қабілеттер игерген жақсы. Өйткені бір адамдар бар, бұрын естіп жатамыз, мысалы қолынан келеді, енді ауылда көп ондай кісілер ішіп кетеді деген сияқты. Өйткені жаңағыдай қолдары шебер адамдар өте көп болды да, мысалы қазір де бар. Сол сияқты олардың басқа да қырларын, яғни дамытпаған да, яғни өздері ізденбеген, жаңағы шеберліктері бар, өздері оған бірақ ары қарай ізденбегесін енді жаңағыдай күйде да қазіргі мысалы. Енді және қазір жастарда да соны айтар едім, мысалы егер қызығушылықтар барлар бар, яғни ол біз сияқты кішкентай кезімізден сол бір нәрселерді шұқыласа, бір сондайға қызықса, олар осындай бір ұқсас салаға алдағы уақытта осындай бір ұқсас салада жүреді деп ойлаймын. Өйткені мына суретшіліктен шығады барлығы. Мысалы мүсінші болсаң да, зергер болсаң да, мына дизайн болсаң да, видеограф болсаң да, бәрінде осы суретшіліктен ары қарай алып кетеді. Өйткені суретші адам барлығын көре біледі. Мысалы менің өзім енді оқуым сол ең алғашқы жоғарғы оқыған, суретті оқыдық. Содан әрмен қарай біздерде осы мүсінді, әртүрлі графиканы, сызуды оқып шықтық. Олар енді қалай айтсам болады, сен суретші болсаң, көз алдыңа кез келген елестете аласың да. Мысалы бір нәрсені біздер бір жүзікті істер алдында соны бір көз алдымызға елестетеміз, қалай құйылып жатады, қалай процесс болады, соның бәрін елестетіп,
сосын кейін барып сол бойынша істейміз. Ал мысалы кейбір адамдар бар, оларға бір нәрсені айтасың, соны істейді, оларда ары қарай қиял жоқ. Яғни қиялы сондай бір елестету қабілеті болса, өте ондай жастар жалпы ары қарай алып кете алады, осындай бір өнердің бір бағытын алып кете алады да. Шындалып иә, мысалы сосын жаңағыдай қалай айтсам болады, тұрақтылық та керек шығар, дисциплина. Иә, ол керек. Енді бұл салада жүрген адамдарда шама келгенше тұрақтылық бар деп ойлаймын. Өйткені өнердің өзі көпшілігі солай ғой. Мысалы сурет салсаң да, сызсаң да адам көбісі шыдамаса ол салада жүре алмайды да. Сосын және де кәсіптікті көзқарасты да алған жақсы. Өйткені мына жағында сен өнерің бар, бірақ оны ешкім келіп білмесе, бағаламаса, Инстаграмға сатып үйренуді тағы қандай бар, көп қой жолдар жаңағы. Өнерін сатып білу керек, мысалы сатуды сонда үйренген жақсы да. Өйткені ондай әйтпесе бұл өнерді бізде жалпы енді ғой, халық түсініп жатқандары да. Енді шетелде біз сияқты емес, енді ол жақта музейге барады, неге барады. Бізде ол жақ енді жайлап өсіп келе жатыр да. Сол сияқты сол жақты да алған жақсы деп ойлаймын. Ауылда жаңағыдай қолынан келетін кісілер бар, расымен олардың уақытында бағыт бағдар беретін адамдар болған жоқ, мүмкін қызығушылығы болған жоқ. Қазір әлеуметтік желілер бар, бір жағынан бәрі ауылда қалып кетті да. Енді сол кісілер мүмкін осы заманда туылса осы уақытта шығармайды деген де ойда бар ғой. Енді болатын шығар мүмкін. Оларда бір шығармашылық адам жаңағыдай күйзеліске түседі, оларда күйзеліс басында тек өнерін, бір жағынан өнерінде сата алмай тұр ғой, олар қасқа дарым кетіп қалды, олардың бүкіл істеген еңбектері жаңағыдай. Сонымен қатар тұрақтылық деп жатсың ғой, бір картина бар еді, қандай картина еді, ұзақ уақыт салынған. Мона Лизаның картинасы 12 жыл деп айтады. 12 жыл деп. Сенде де солай ұзақ салынған картина шығармашылығында болды ма, дүниелер ұзақ істелген, бір айдың көлемінде немесе одан ұзақ уақытқа кеткен, ең ұзақ мерзімге созылған? Ондай жұмыстар енді бір емес, енді жыл емес, бірақ енді қалай айтсам айлап тұрған жұмыстар болды. Өйткені жаңағыдай қол жүрмейді анаған, және бір идеялар келмей қалады, тұрып қалады. Мысалы сондай жұмыстар көп қой. Өйткені жаңадан істеліп жатқан кезде оны енді жаңағыдай ең бірінші ойша енді елестетесің, сосын ойыңнан туғаннан кейін оны әрмен қарай қолмен істейсің. Біріншісінде шықпайды, екіншісінде тағы да бір нәрсе шығады, қиыншылығы, үшіншісінде тағы былай. Сол сияқты ізденесің, сонымен кейін тұрып жайлап уақыт енді алады ондай жұмыстар. Қызығушылық жоғалып қалмай ма? Жоқ, қызығушылық жоғалмайды, өзі бір шабыт болады, бір осыны істейінші деген күні отырасың, ата былай күнде шұқи берсең, ол бәрібір жүрмейді ол жұмыста. Мысалы істей алмайсың, одан да вообще енді қалай айтсам болады, істелмейді да ондай жұмыста, жүрмейді, қол сынып қалады, жаңағыдай еріп кетеді, балқып кетеді деген сияқты, онша шықпайды, өзіңе ұнамай қалады. Ондай жұмыстар бар бірақ. Жаңағы айтқандай біз аудан басында да Нұрлан ағайымызды танимыз ғой. Ол да барсаң бір шұқыланып жатады, сонда тұрақтылықта ол кісіде әйтеуір адамнан шығарып жатады, ол енді оныкі да бір үлкен еңбек жатыр ғой. Білмеймін, өзіміз шұқылана біз деген видео шұқылаймыз, бірақ соны өзіне жалықтырып жіберді. Сіздердікі енді қаншама уақыт, қаншама не дейді, еңбек былай бағаланбай қалып жататын уақыттар ғой. Мына осындай жаңағы шығар, бірақ андай бағаланбай қалған уақыттар, осы еңбегін арзан кетіп қалды ау дейтін уақыттарым болды. Өзін жалпы елден бұрын өзіне осы еңбегім арзан кетіп қалды ау дейтіндей. Жалпы жаңа айтқандай біздің халықта енді көпшілігіне өнерге енді әркімнің көзқарасы әртүрлі. Бірақ мысалы енді бір нәрсені істесең, бәрібір кез келген адам енді көбіне сұрайды, жаңағы арзан қылып берші деп. 10 мың айтсаң, одан түсіреді, мысалы 15 мың айтсаң, одан да түсіріп береді да. Сол сияқты ғой. Ондай кісілер бар. Бірақ жұмыстарым үшін ондай бір өкінетіндей, енді ондай қатты арзан кет дейтін жұмыстарым жоқ. Бәрі бір деңгейде дейсің. Жалпы осы еңбек пәнімен кішкене де болса зергерлікті мектеп бағдарламасына кіргізуге келіседі деп ойлайсыз ба жалпы? Кішкене де болса зергерліктің бір детальдарын болсын, мектеп бағдарламасына. Ол енді мектептегі оқытқан ұстазға байланысты деп ойлаймын. Енді бізде бұрын мектепте оқығанда біз осы
детальдарын өттік енді. Мектепте енді жеңіл желпі сымнан, мысалы ол да осыған енді осы жұмысқа ұқсайды да. Сымнан жасадық, ағаштан да жасадық, пластмастан да, теріден де, мүйізден де ағайымыз үйретті бізге әртүрлі. Сондықтан сол мектептің ұстаздарына байланысты. Негізі көп жағдайда еңбек пәнінде жаңағыдай ойнатып жібереді, или бір отырады әңгіме айтып. Негізі көбісін естігенімізде, сызуда да солай. Сызудан өткен ұстаздар өздері білмейді. Сосын өтірік бір нәрселерді сызады да, жаңағыдай әңгіме айтып отырады. Негізі естіп жатыр ондай көп ондай школаларда. Сол сияқты. Ондай бір оны да негізі тереңдетіп оқытса, мысалы ұстаздар кәдімгідей қызығушылығын оята білсе, жақсы оқушылар шығады ғой негізі. Жалпы сен өзің мұғалімдік бар ма? Осы бітірген мамандық? Мұғалімдік қой негізі. Бірақ мұғалім дегенде бізде мұғалімдік деп айтылды енді. Кәдімгі солай школда істей аламыз, но бірақ қалай айтсам болады. Жалпы өнерді үйреткесін ішінде барлығы болды да, біз ағашты барлығы бір енді әрқайсысының несінде өтіп оқып шықтық та. Мүсінді, ағашты, графиканы, гипс бар, тағында көптеген салаларды оқыдық біз. Соның ішінен өзің енді әрмен қарай өзің алып кетесің ғой. Өзіне жақсы алған, өзіне ұнағанын алып кетеді да әркім. Мұғалім болу ойда болды, бірақ мен өзім андай адаммын да, енді бала кезден айтамын өзім бір жеке бір шеберхана ашам деп, ағаштан болсын, бір нәрсе болсын. Сол бір арман осындай кезге жетеледі ғой. Қанша қиналсам да, енді мысалы жұмыс кезінде қиындықтар болды. Сол кезде айтатынмын, ешқандай жаңағыдай государствода істемеймін мұғалімдік. Мұғалімдік бар ойымда, бірақ ол бір белгілі бір жасқа жеткеннен кейін мүмкін мұғалім болам шығар деп ше енді. Яғни өзіңнен кейін жаңа оқушыларды шығару үшін. Әзірге қазір енді осы өзім жеке шеберханамды жеке осы жұмысымды жүргізе беру ойда. Жас буын өкіліне демек армандай білу керек, армандар орындалады деген келеді ғой енді. Сен бала сол армандау деген шығар, Өркеннің бір несі бар ғой, бір несінде бір видеосында көргем. Ана кішкентай кезінде өзі бір глобусты ма нені ашық қойып, бір қайықпен жүремін дейді, ана елден мына елге, мына елден ана елге барамын дейді. Сондай. Мысалы сол кезде ойнаған да оның кішкентай кезінде. Мысалы қарап отырсам өзімде де солай ойлаймын енді. Мысалы мен кішкентай кезімде сондаймен айналыстым да, жаңағыдай өзім бірдеме шұқыладым, шеберхана ашам деген арман болды. Алғашқы баспалдақтар. Соныңды әрмен қарай алсаң, мысалы өмірде, үлкен өмірде сол ойнағаныңды істей дегенсің да, негізінде. Енді көп адам жаңағыдай кішкентай кезіндегі армандарын жаңағыдай ұстай алмайды ғой. Шыдамайды, тағы да не деп сонымен қалып кетеді да. Адастырмай барған адамдардың біреуі өзім болып тұрсың ғой. Өзім мен сөйде ойлаймын енді, ол алдағы уақытта мүмкін бұл салада өзгеріп кетер. Бірақ өзім айтар едім, осы саланы, сол айтқанымды кішкентай кезіндегенде қазір орындап кеттім деп та мысалы. Егер бұл саладан кетіп қалып жатсақ та, ешқандай өкініш жоқ та. Бала арманын сәл де болса орындап. Сондай жалпы. Керемет. Не жалпы енді осы группаластардың жаңа топтастар ішінде ұстаз болып қызмет атқарып жатырғандар бар ма бүгінгі таңда? Ұстаз болып қызмет атқарып жатқандар негізі бір 50-60% қызмет атқарып жатыр ғой. Қалай дейсің, ұстаз болған қалай дейді? Олардың әңгімесі естігенде ұстаз болғың келе ме? Ондай қатты бір қызығып сұрамадым, бірақ енді олар қазір әрқайсысы әр жақта, сол оқуды аяқтағаннан кейін ондай қатты бір араласпай кеттік деген WhatsApp-та группада ғой, болды. Басқа ешқандай қатынас біздің қатты емес. Айтпақшы бір группаласым бар, есіме түсіп отыр. Ол группаласым яғни өзінің жеке несін ашты. Яғни сурет салу орталығы деп айтады ғой. Оқушыларды сол жақта оқытып үйретеді. Сол екеуміз ғана деп айта аламыз, сол осында бір жеке неге кеткенімізді. Өз алдарына кетіп. Жалпы енді алдағы уақытта аудан басына ат басын бұрып семинар өткізу, біз сізге қолқа салсақ келе аласыз ба бір кішілерім деген? Болады, келе аламын. Осы аудан басына адамдардың сәл де болса жастардың қызығушылығын оятып, мысалы оқушылар бар, мүмкін содан кейін мүмкін біреуін болмаса біреуі осы сенің салаңа қызығып, енді көбіне оқушыларды тек меніңше арманмен емес ақшамен ғана қызықтырып жатыр. Осы саладан осындай таптым десең ше, сондай десең ғана олар мүмкін қызығу мүмкін, содан кейін мүмкін біреудің қызығушылығы оянар деп қолқа салып жатқан. Онда ендеше сізбен келесі кездескенше деп бүгінгі сұхбатымызды қорытындыласақ,
алтын уақытыңды бөліп келгеніңізге үлкен рахмет. Енді тағы да басы да аяғы да осы емес деп ойлаймын. Себебі осы кәсібіңіз дөңгелей берсін. Үлкен брендке айналдыңыз, елімізге танымал. Сол сіздің шеберханаңыздан түрлі шәкірттер түлеп шығуына тілекшіміз. Қош, амандықта, саулықта кездескенше.